Бала сүю ата-ана арманы. Бірақ көп отбасылар осы арманға жете алмай жүрген жайы бар. Денсаулығым дұрыс, бірақ бала көтере алмай жүрмін, дейді. Жөні дұрыс емес ниеті мен пейілі тар адамдар сырттан сіздерді әңгіме қылса мән бермеңіз. Баласы жоқ екен, көтермепті әлі. Әсіресе жаңа түскен келіндер. Жүрекке кіргізбеңіз айтылған сөздерді. Бәрі бір Алланың қолында. Бірақ кейде біздің подсознаниямызда түрлі ойлар болады. Орысша айтқанда неосознанный ой мен қорқыныштар подсознаниямызды билеп алады. Сіздермен бала көтере алмаудың психосоматикалық себептерімен бөлісемін. Мән беріп тыңдаңыз. Бірінші, болашаққа деген сенімсіздік. Екінші, бала жұмысқа, дамуыма, карьерама кедергі болады. Үшінші, басқа адамдардың историясы, ауру, инвалид болып қалған балам деген сияқты қорқыныш. Төртінші, ер азаматыңызға деген сенімсіздік. Бесінші, өз денсаулығыңызға байланысты қорқыныштар. Алтыншы, тұрғын үй мәселесі. Айтылған пункттың қайсысы сізді ойға салды? Негізі, біздің ішімізде барлық сұрақтың жауабы бар. Осы қорқыныш ойыңызда болса, оны түзеңіз. Ол тек сіздің қолыңызда. Бесплодие ол сіздің санаңызда ғана бекітіліп қалған. Каналға тіркеліңіз, пайдалы ақпараттан құр қалмаңыз.